Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып математика пәні 133-ші сабақ математикалық модельдеу тақырыбы. Бірінші тапсырма. Кестеге қара. Б заттың бағасы, С заттың саны, Q заттың құны. Бірінші есепте заттың бағасы берілген, заттың саны берілген, заттың құнын анықтау керек. Заттың құнын анықтау үшін заттың бағасын санына көбейтеміз. Бағасы 100 теңге, саны 3. 100-ді 3-ке көбейткенде 300 теңге болады. Екінші есепте заттың бағасы белгісіз, заттың саны белгілі, заттың құны белгілі. Заттың бағасын анықтау үшін заттың құнын санына бөлеміз. Құны 900 теңге, саны 3. 900-ді 3-ке бөлгенде 300 теңге болады. Үшінші есепте заттың бағасы берілген, заттың саны белгісіз, заттың құны берілген. Заттың санын анықтау үшін заттың құнын заттың бағасына бөлеміз. Заттың құны 18 теңге, заттың бағасы 2 теңге. 18-ді 2-ге бөлгенде 9 болады. Әр есептегі белгісізді табу үшін қандай амал қолдандың? Бірінші есепте белгісізді табу үшін көбейту амалын қолдандым. Екінші есепте белгісізді табу үшін бөлу амалын қолдандым. Үшінші есепте белгісізді табу үшін бөлу амалын қолдандым. Екінші тапсырма. Есептер өзара кері есептер болып табыламы? Жауабыңды түсіндір. Бірінші есеп 4 қапшықтың әрқайсысында 2 килограммнан қант бар. Қапшықтарда неше килограмм қант бар? Оны анықтау үшін 4-ті 2 килограммға көбейтеміз. Сонда 8 килограмм болады. Сонда 8 килограмм болады. Жауабы қапшықтарда 8 килограмм қант бар. Екінші есепте 8 килограмм қант 4 қапшыққа тең бөлініп салынды. Бір қапшықта неше килограмм қант бар? Оны анықтау үшін 8 килограммды 4 қапшыққа бөлеміз. 2 килограмм болады. Жауабы бір қапшықта 2 килограмм қант бар. Үшінші есепте 8 килограмм қант 2 килограммнан қапшықтарға бөлініп салынды. Неше қапшық қажет болды? Оны анықтау үшін 8 килограммды 2 килограммға бөлеміз. Сонда 4 қапшық болады. Жауабы 4 қапшық қажет болды. Әр есептегі белгісізді табу үшін қандай амал қолдандың? Бірінші есепте белгісізді табу үшін көбейту амалын қолдандым. Екінші есепте белгісізді анықтау үшін бөлу амалын қолдандым. Ал үшінші есепте белгісізді анықтау үшін бөлу амалын қолдандым. Үшінші тапсырма. Есептерді шығар. А есебі 16 литр май 8 бөтелкеге тең бөлініп құйылды. Әр бөтелкеге неше литр май құйылды? Оны анықтау үшін барлық майды 8 бөтелкеге бөлеміз. 16 бөлу 8 тең 2 болады. Жауабы әр бөтелкеге 2 литр май құйылды. Ә есебі хайуанаттар бағында 6 тотықұс бар.
Бұл түйеқұстарға қарағанда 2-ге артық. Хайуанаттар бағында неше түйеқұс бар? Оны анықтау үшін 6-дан 2-ні азайтамыз. Тең 4 болады. Жауабы: хайуанаттар бағында 4 түйеқұс бар. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.